Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз күнделікті қазақ дастарханындағы гарнирі макароннан дайындалған, тұздығы ет, картоп, сәбізден дайындалған жеңіл тамақ түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, картоп, сәбіз, пияз, тәтті бұрыш және қызанақ сияқты азықтар қажет. Осы қажетті азықтарды барлығын қабығын тазалап, жуып, осылайша дайындап аламыз алдыменен. Менімен бірге осы макарон тамағын жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге менің жасаған тамағым ұнаса, қажеттеріңізге пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де таныстарыңыз бен туыстарыңызға төмендегі поделиться тетігін басып, ссылкасын жіберіп, менің каналымның дамуына қолдау көрсете кетсеңіздер. Бұл тамақ өте жеңіл жасалады, әрі өте сіңімді жеңіл тағам. Жұмыстан үйге келген кезде жылдам 1 сағатта әзірлеп, тамақтанып алуға болады. Бұл тағамды жасау үшін мен қабығы аршылып дайын тұрған көкөністерімді осылайша дайындаймын. Ұзынша етіп картошкамды турап аламын, сәбізімді турап аламын, пиязымды турап аламын. Одан кейін қызып тұрған отқа қазанды қойып, қазанға майымызды құямыз. Одан соң пияздың сыртқы қабығын ірі-ірі етіп майға саламын. Осы пиязымыз қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін майдан пиязды алып тастаймыз. Мінекей осылайша біздің майымыздың жағымсыз иісі кетті және майымыз қызып, тамақ істегенге дайын болды. Енді қазанға пиязымызды саламыз. Сөйтіп пиязымызды жақсылап сап-сары болғанша, жақсылап қуырылғанша қуырып аламыз. Енді жақсы қуырылған пияздың үстіне алдын ала жуылған етімізді салып, етімізді жақсылап қозғап, жақсылап қуырып аламыз. Етімізді біраз қуырып алғаннан кейін отын пәсейтіп, орташа отта етімізді 15-20 минуттай жақсылап қайнатып аламыз, қазанның қақпағын жауып. Мінекей, әдем болып қуырылды. Енді осының үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін қызанағымызды саламыз. Және тәтті бұрышымызды саламыз. Сөйтіп осы салынған көкөністердің барлығын қозғап, жақсылап қуырып аламыз. Мінекей жақсылап қуырып алдық барлығын. Енді осы қуырылып жатқан тұздығымызға су құямыз. Суды көп құймаймыз, етіменен сәбізінен кішкене ғана асатын етіп құямыз. Сөйтіп қайнатамыз. Қайнағаннан кейін тұзын саламыз. Тамағымыздың дәмін көреміз. Сосын қақпағын жауып, біраз қайнатып аламыз, 20 минуттай.
Мінекей біраз қайнады. Тамағымыздың еті жұмсарып, пісуге жақын қалды. Осы кезде тамағымызға картошкасын саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, қуырамыз. Сосын қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Мінекей біздің тұздығымыз да дайын болып қалды. Осы кезде басқа ыдысқа су қайнатамыз. Бұл суға макаронымызды салып пісіріп алатын боламыз. Міне қайнап жатқан суға тұзын салдым. Одан соң макаронын салдым. Макаронын салғаннан кейін үнемі қозғап отыру керек. Әйтпесе біздің макаронымыз кастрөлдің түбіне жабысып қалуы мүмкін. Үнемі қозғап отырамыз. Мінекей макаронымыз да дайын болды. Дайын болған макаронға суық су құйып жібереміз үстінен. Одан соң нан шәуілменен макаронымызды сүзіп аламыз. Мінекей макаронымызды тарелкеге саламыз. Сүзіп осылай тарелкеге салып аламыз. Одан соң үстіне тұздығын салатын боламыз. Макаронның үстіне майменен әдемелеп осылай тұздығын салып шығамыз. Мінекей бүгінгі біздің жасаған тамағымыз дайын болды. Егер сіздерге менің жасаған тамағым ұнаса, лайк басып тіркелей кетіңіздер.